Сәлеметсіздер ме достар? Сіз таңертең тұрғанда өзіңізді әлі де шаршаңқы сезінесіз бе? Оң жақ қабырға астында ауырлық бар ма? Немесе ішіңіз шығып, қанша диета ұстасаңыз да салмақ түспей қойды ма? Егер осы белгілер таныс болса, сіздің бауырыңыз SOS сигналын жіберіп жатыр деген сөз. Бүгін біз медицинадағы ең үлкен және ауқымды, бірақ ең үнсіз эпидемия бауырдың майлануы, медициналық тілмен айтсақ, гепатоз туралы сөйлесеміз. Ең қызығы, бұл диагнозды қойғанда дәрігерлер көбіне гептрал немесе басқа дәрілерді жазып береді. Бірақ мен сізге дәрігер ретінде ашық айтайын. Ешқандай дәрі сіздің өмір салтыңызды өзгертпейінше бауырдағы майды кетіре алмайды. Бүгін біз дәріханаға бармай-ақ бауырды қайта қалпына келтірудің ғылыми дәлелденген 3 жолын талдаймыз. Ендеше кеттік. Неге бұл маңызды? Бауыр бұл біздің ағзамыздың химиялық зауыты десек болады. Ол 500-ден астам функция атқарады. Егер зауыт майға толып қалса, не болады? Қан тазармайды, гормондар бұзылады, қант диабеті пайда болады. Мен бүгін сіздерге осы видеомда осы мәселенің түбіне жетіп, нақты шешім беремін. Видеоны соңына дейін қараңыз, өйткені соңында мен ең маңызды құпияны ашатын боламын. Енді бауыр неге майланады деген сұрақ туындайды осы жерде. Бұл жерде айта кетейін, алкоголь емес, қант әсер етеді. Көбіміз ойлаймыз, мен арақ ішпеймін ғой, демек менің бауырым сау деп айтатындар бар. Бұл үлкен қателік. Қазіргі заманда алкогольсіз майлы бауыр ауруы деген бар. Ол бірінші орынға шықты десек болады. Бауырды май басудың басты себебі май емес, көмірсулар мен қант. Сіз жеген тәтті тоқаш, ішкен газдалған сусын, тіпті көп мөлшердегі жеміс бауырға барғанда бауыр оны энергияға айналып үлгермейді де майға, яғни триглицеридтерге айналдырады. Енді қарапайым тілмен сіздерге түсіндіре кетейін. Сіз тамақ жеген кезде қанда инсулин деңгейі көтеріледі, және инсулин бұл жасушаның есігін ашатын кілт. Егер сіз күні бойы ауыз тынбай бірдеңе жей берсеңіз, инсулин үнемі жоғары болады. Нәтижесінде жасушалар есікті ашпай қояды. Бұл бізде инсулин резистенттілік деп аталады. Ал артық қант барар жері жоқ болғандықтан бауырға жиналады. Бауыр бұл майдың қоймасы. Енді ең қуатты құрал біріншіден интервалды ашығу. Дәрісіз тазартудың бірінші және ең маңызды жолы бұл ауызға тыным беру. Бауыр өзін-өзі тазартатын орган, бірақ бұл тазалану үшін сіз оған тамақ беруді тоқтатуыңыз керек. Мен 16-да 8 схемасын ұсынамын. 8 сағат ішінде тамақтанасыз, мысалы 10:00-ден 18:00-ге дейін, және 16 сағат аш жүресіз, тек су, шөп, шай ішесіз. Осы ашығу кезінде инсулин төмендейді, ал бауыр жиналып қалған майды энергия ретінде жаға бастайды. Бұны біз аутофагия дейміз. Екінші әдіс бұл фруктозадан бас тарту. Дүкендегі жеміс шырындары, тәттілер және өте тәтті жемістер, оның ішінде мысалы жүзім, қауын деген сияқтылар, бұл бауырдың жауы. Фруктозаны тек бауыр ғана өңдейді, оны сондықтан азайтуымыз керек. Оның орнына не жейміз? Мысалы шөптер, руккола, салат жапырақтары, крескүлділер, олардың ішіне брокколи, түсті қырыққабаттар кіреді. Бұлар бауырдың детоксикация фазасын іске қосады. Одан бөлек сапалы майлар, оның ішінде зәйтүн майы, сары май жесек болады. Достар, бір маңызды нәрсені ескертіп өтейін. Біз бауырды қанша тазалаймыз десек те, егер сіздің асқазаныңыз дұрыс жұмыс істемесе, өтіңіз толып тұрса, ішегіңізде қабыну болса, нәтиже болмайды. Бауыр мен асқазан бұл бір жүйе. Көбіңіз маған консультацияға жазылғыңыз келеді, бірақ осы жерде сіздерге арнайы ұсынысым бар. Егер сіз дәл қазір немесе жақын арада маған толық консультацияға жазылсаңыз, мен сізге өзімнің авторлық асқазан SOS гайдымды тегін беретін боламын. Бұл гайдта қыжыл, яғни изжога кезіндегі алғашқы көмек, гастрит кезіндегі нақты мәзірлер, өт аурулар кезеңіндегі желінетін нағыз тамақтардың менюін осы гайдымда жазып кеттім. Консультацияға жазылу сілтемесін видео астында қалдырамын. Денсаулық кешенді қарауды талап етеді. Енді екінші бұл физикалық белсенділік. Неге жай ғана диета жеткіліксіз?
бауырдағы майды кетіру үшін ол майды біреу жағу керек. Оны кім жағады? Әрине, бұлшықеттер. Аяқ бұлшықеттері біздің ең үлкен пешіміз. Яғни схват, отырып тұру жаттығуы, бұл бауыр гепатозына қарсы номер 1 жаттығу. Одан бөлек қандай жаттығулар жасауымыз керек? Спортзалға барып, ауыр темір көтеру міндетті емес. Күнделікті 10.000 қадам, бұл база. Тамақтан кейін 15 минут жүру, бұл қандағы қанттың күрт көтерілуін тежейтін болады. Одан бөлек күштік жаттығулар, яғни силовые тренировки деп аталады, аптасына 2-3 рет жасасақ болады. Бұлшықет өскен сайын инсулинге сезімталдық артады және бауырдағы май кететін болады. Үшінші жол бұл біздегі жүйке жүйемізді реттеу. Яғни сіз осы жерде таңғалып отырған шығарсыз, егер сіз үнемі стрессте жүретін болсаңыз, кортизол гормоны жоғарылайтын болады. Кортизол жоғары болса, инсулин ешқашан түспейтін болады деңгейі, ал инсулин түспесе, біздің организміміздегі артық май да кетпейтін болады. Түнде 11-ге дейін ұйықтау өте маңызды, өйткені бауырдың ең белсенді тазаланатын уақыты түнгі 1 мен 3-тің арасы. Егер сіз бұл уақытта ояу болсаңыз, тазалану жүрмейтін болады. Мен сіздерге дәрісіз емделуге болады деп айттым, бірақ дегенмен табиғи көмекшілер бар. Оларға бізде расторопша, яғни сүт тікені қазақша, оның құрамында бізде селимарин заты бар, бауыр жасушаларын қалпына келтіреді. Куркума бұл қабынуды басады, омега 3 жаман майларды азайтатын болады. Төртінші өнім бұл В4 дәрумені, холин деп аталады. Жұмыртқаның сарысында көп, жұмыртқа жеуден осы жерде қорықпаңыздар, ол бауырға май жиналмау үшін керек. Сонымен, достар, бауырды майдан тазарту үшін қымбат гепатопротекторлар ішудің қажеті жоқ. Біріншіден, интервалды ашығуға көшіңіз, яғни тәтті, нанды азайтыңыз. Екіншіден, көбірек қимылдаңыз. Бұлшықет бұл майды жағатын ағыз пеш. Энергия кеткен сайын майда кететін болады. Уақытылы ұйықтаңыз және стрессті азайтыңыз. Бұл айтылғандардың бәрі оңай көрінуі мүмкін, бірақ әр адамның ағзасы жеке тұлға болып табылады. Егер сізде созылмалы аурулар болса, өте тас болса, өз бетіңізше емделу қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан сіздің анализіңізді көріп, нақты сізге келетін емдеу жоспарын құру үшін менің жеке кеңесіме жазылуларыңызды күтемін. Естеріңізге сала кетейін. Консультация алған әрбір адамға құндылығы жоғары асқазан соус гайдын сыйлыққа беремін. Сілтеме төменде, бауырыңызды күтіңіз, ол сіздің ең адал қызметкеріңіз. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.